Біз шатаспасам 2 жыл бұрын ба бірге интервью түсірдік. Одан кейін 2 күннен кейін интервью шықты. Бірақ сен маған 3 күннен кейін жаздың Инстаграмда. Брат, интервьюді өшіріп тасташы деп. Сол кезде не себепті олай маған жазды, айтшы енді. Енді ол кезде андай эфир жайлы әңгімелер болғаннан кейін енді қосылайық деген енді бірінші каналда кәдімгідей официальный не болғаннан кейін, передача болғаннан кейін, оның өзінің нелері де бар ғой, конфиденциальность деген сияқты сондай нәрселерді. Еш жақта айтпаған жаңалықтар бар, шок жаңалығы. Қазір Тима бойдақ емес. Бойдақ емес, Тима қазір үйленген. Так, уже 1 жылдан астам өтіп кетті ғой, танысқанымызға. Таныстық, сразу ғашық болып қалдым деп айтсам болады. Мен негізінде бұрыннан бері айтатын едім, үйленгім келеді, тез бала туғым келеді деп, бірақ маған ешкім сенбейтін, бірақ мен шынымен де ниетім шын болатын да, бірақ енді бабник деп те айтты ғой, іздеп жүрдім да енді. Нағызбен сөйлесім, болмады. Сонымен келіншегіммен танысқан кезде, опа дедім да, опа, осы қыз сияқты деп ойладым. Всем сәлем, не әңгіме YouTube жобасының көрермендері. Бүгін бізде жаңа сұхбатқа келген спикеріміз, Қосылай жобасының экс қатысушысы Тимур деген жігіт, баршаңыз танисыздар. Ассалаумағалейкум, Тимур, қош келдің. Жақсы рахмет. Қазіргі жағдайың қалай? Шүкір Алла деп жүрміз қазір. Жаңалықтар өте көп. Қазір жаңалықтар өте көп. Бұрынғы Тима уже жоқ деп айтсам да болады. 100%. Өзім де қатты қуаныштымын, осындай нәрселер болып жатқанына. Қазір өміріндегі өзгерістерге тағы да ораламыз. Қазір менде бірінші сұрақ. Эфирге соңғы рет қашан қатыстың? Және де кету себебін айтшы. Эфирге... Мен шатасып қалдым, қанша сезон қатыстың өзі? Мен... Жарчаттың? 4-ші сезон полностью отырдым. Полностью сезон отырдым, от начала до конца. Сонымен 5-ші сезонның жартысында келдім ғой. Сосын? Жартысында келдім да 3 айдай отырдым. Сонымен мен келіншегіммен танысымда кетіп қалдым. Бітірмей кеттің, Бітірмей кеттім. Бітірмей дегенде. Сол келіншегіммен таныстым да, бұл осы адам. Өмірде танысып қалдық. Бұл осы адам менікі. Оны эфирге шақырып көрмедің бе? Жоқ, ол эфирге қатысы жоқ адам. Ондай нәрселерді ұнатпайды деп айтсам да болады. Медийный адам емес. Медийный адам емес, бірақ енді қазір сәл бір медийный қылып бастап отырмын да. Үйретіп деген сияқты. Өзім де медийный емес едім, Қосылайыққа дейін вообще блогер, анау дегенге вообще жоқ едім, бірақ үйретті ғой Қосылайық көп нәрсені. Осыдан біз шатаспасам 2 жыл бұрын ба бірге интервью түсірдік, 3 жыл бұрын даже. Бұл интервьюді көрсеңіздер болады, мына жерге шығарып қоямын тоже. Сол кезде түсірген кезде, одан кейін 2 күннен кейін интервью шықты, бірақ сен маған 3 күннен кейін жаздың Инстаграмда. Брат, интервьюді өшіріп тасташы деп. Сол кезде не себепті олай маған жазды, айтшы енді. Енді ол кезде... Сен эфирде болғасын? Эфирде, ол кезде қатысушы болдым ғой мен. Енді ол кезде андай эфир жайлы әңгімелер болғаннан кейін, енді Қосылайық деген енді бірінші каналда кәдімгідей официальный не болғаннан кейін, передача болғаннан кейін, оның өзінің нелері де бар ғой, конфиденциальность деген сияқты сондай нәрселерді. Енді сол біз қатысушы болғаннан кейін, енді білесің ғой өзің, артық нәрсе айтуға болмайды деген сияқты, сол үшін де өшір деп айтқаным болатын. Сен өшірген жоқсың. Мен өшірген жоқпын. Одан кейін мен өзің құлақтардан естідім. Жиналыста саған ұрысқан, кәдімгідей. Редакция тарапынан. Болды, ондай. Сен не деп жауап бердің? Не деп, ештеңке білген жоқпын деп айттым. Ренжімеңдер деп айттым ғой. Күншігін шақырды, мен бардым деген сияқты. Артық ештеңке айтқан жоқпыз ғой жерде. Былай қарап тұрсам. Негізі сондай, Просто ол кезде мен білесің ғой, қатысушылармен сұхбат жасай беретінмін бұрын соңды. Бірақ редакция тарапынан маған бір ұсыныс түскен сол кезде сен қатысып жатқан қатысушылармен жасама, шығып кеткендермен жаса деген сияқты. Мен оларды тыңдаған жоқпын, короче, қатысушылармен істей бердім. Солар ішінде сен де болдың. Сосын сен ұрыс естіп қойғанның арасында. Болды ондай. Өтті кетті. Жақсы. Тиманың енді осы күнге дейін еш жақта айтпаған жаңалықтары бар, шок жаңалығы. Қазір Тима бойдақ емес. Тиманың страницасына подписан емес адамдар білмейді. Подписан адамдар біледі. Инстаграмда салды. Тима қазір бойдақ емес. Тима қазір үйленген.
Сол жағын айтып бер. От үйді қалай болды? Қашан таныстың? Қанша уақыт ара қатынас? Так, уже 1 жылдан астам өтіп кетті ғой, танысқанымызға. Таныстық, сразу ғашық болып қалдым деп айтсам болады. Мен негізінде бұрыннан бері айтатын едім, үйленгім келеді, тез бала туғым келеді деп, бірақ маған ешкім сенбейтін, бірақ мен шынымен де ниетім шын болатын да, бірақ енді бабник деп те айтты ғой. Іздеп жүрдім да енді. Нағызмен сөйлесім, болмады. Сонымен келіншегіммен танысқан кезде, опа дедім да, опа, осы қыз сияқты деп ойладым. Сосын бірге жүрдік, бұл 24-те 7 бірге болдық қой, в общем. Сонымен уже бір-біріміздің адам екеніміз түсіндік, ұрыс керістер де болды. Қай жерде таныстыңдар? Қай жерде? Инстаграмда таныстық. Инстаграмда таныстық дегенде мен өзім жазып жүргем. Кезейік деп. Просто андай болып қалды. Мен ол кезде Қытайға барғам ғой жұмыстармен. Сол кезде ол да Қытайда жүрген екен, сол Гуанчжоуда. Сонымен, ё-ма, мен де Гуанчжоудамын, давай кездесейік деп. Ол деген, жоқ, кездеспеймін бірдеңке деп өзім теуіп жүрген ғой. Сөйтіп бір ай сөйлесіп жүрдік та. Алматыда караокеда кездестік. Караокеға бардық, короче, 1-2 фильмінде өлеңдерімді айтып жібердім да. Вальсқа шақырып жібердім да, байлап алдым ғой, жеңгелерімді. Сосын қанша уақыт жүрдіңдер? Сол әлі жүріп келатық қой. Үйленгенге дейін? Bir жыл дегенде қанша? 7-8 ай жүрдік та, үйленіп кеттік қой. Үйленгелі қанша болды өзі? Қанша болды? 4-5 айдай болып қалды. Негізі просто Инстаграмға чуть кешірек айттық та, ол туралы. Той, құдалық, беташар істедің? Жоқ, той бұйыртса деп отырмын. Енді любой қыздың, біздің де арманымыз бар ғой, күшті той жасау деген, Жана Быловтар сияқты ше, бұйыртса сондай план бар. Той жасаған соң, әке-шешемді қинатқызбай, өзім жасағым келеді. Сол үшін де алдағы уақытта примерно бір Жана Быловтар сияқты бір той жасайтыным бар, бұйыртса. Бірақ ең маңыздысы екеуміз бақыттымыз. Алла тағаланың алдында некеміз бар, расписанымыз. Сол ең маңыздысы. Салт дәстүрлерден бір нәрселер орындадыңдар ма? Құдалық бұйыртса болайын деп жатыр. Қалыңмал төледің ба? Интервью қашан шығады? Бүгін ертең? Бүгін ертең шықса, иә. Онда үлгереді десе. Бұйыртса құдалық. Қалыңмал төледің ба? Жоқ, қалыңмал төлемедім. Енді бересің ба? Бұйыртса деп отырық. Бұл жағын қалай шештіңдер мәселені? Мысалы, қалыңмалды ол сен келіншегің шатаспасам Жетісайдікі, иә? Өзінің суммаларын айттым әлде, сендер өз суммаларын айттыңдар ма? Негізінде ол туралы әлі сүріскен жоқпыз. Бірақ андай нейді, неке қидыртқанда қыз өзі айтады ғандай, хочу этот деп қалай еді? Мақыр. Мақыр қазір отмена болды ғой. Мақыр отмена болды. Бізде отмена жоқ қой. Мен қаз подкаблучник болын деп ше. Үйден шығармай. Чисто сердечный признание. Чисто сердечный. Бірақ жігіттер. Келіншектерін 2 қабат кезінде сөйтіп тыңдап жүріңдер келіншектерінді. Расстраивать етпей. Құтты отыра ғой сондай. Ето келіншек 2 қабат екен, құттықтаймын. Инстаграмнан көрдік, лайкыңды басты, комментарий жаздық. Бір фотостудияда жасапсыңдар, гендер патиде. Иә. Неге бұлай халықты шақырып, бәріміз қатысушыларды шақырып, дүркіретіп, жаңа шум, ары-бері, айқай сондай мен жасамадыңдар? Басында сөйтіп жасаймыз деп ойладық. Сөйтіп жасаймыз деп ойлағанбыз, барлығын шақыртып, дүркіретіп жасаймыз деп. Бірақ та Хамо мен Дианалардың сроғы бізде бірдейді, примерно плюс-минус бірдей сроқтарымыз шы. Сонымен бізде сол апрельде жасаймыз деп ойладық. Сонымен Хамо мен Дианалар апрельде жасады. Мен ойға бара алмай қалдым. Бірақ сосын, короче, айтсам ренжіп қалам екен. В общем, андай тема болды ғой. Той ақтамады өзінше. Қай той? Солардың гендер патилары ақтаған жоқты. Хамолардікі? Иә, типа сосын пәленбай миллиондап ақша Хамо кетірді Диана екеу. 4 миллионға жуық. Иә, ал келген адамдар, в общем, кейбіреулерін білмеймін. Кейбіреулер кеп подарктарын бермеген деген сияқты, әшейін кеп тамақтарын жеп кетіп қалған деген сияқты. И соны мен чатта болдым ғой, Хамо мені шақырған негізі. Құдалыққа Хамоны да шақырып жатырмын бұйыртса.
келе алмай қалдым, бірақ чатта оқып қалдым да, короче, сондай әңгімелер болған. Ойбай, ұят болады, жібердіңдер, анау-мынау дегенше, сонымен келіншегім екеуміз ойландық. Қазір примерно плюс-минус сондай болып қалса, зачем, да нервы тратить етіп, анау-мынау. Главное, екеуміз бақыттымыз, әйтеуір сөйтіп жүрміз, главное, екеуміз бақыттымыз. Екеуміз де өйстіп креативный бірдеңке ойластыра салайық. Біз бірақ оны барып студияда істегенмен, тағы үйдегілердің барлығын шақыртып, өзіміз чисто семейный болып, караокеға барып, барлығын шақырттық. И оларға да бір гендер-пати жасап жібердік сояқта на месте, короче. Үйдегілерге? Үйдегілерге отдельно, короче. Оны салдыңдар ма, самандар ма инстаграмға? Жоғын салған жоқ, өзіміз әшейін отырыс болды ғой. Примерно, сондай болды. Сөйтіп шештік. Яғни сен қауымен Диананың гендер-патиден қорқып қалдыңдар? Қорқып қалдық. Жоқ, қазір енді андай ғой бізде қазір. Үйтіп гендер-пати жасағанша, ақталмай қалып, потом ұрысып қалып, біреулермен ше, ақша үшін, тем более ше, үйтіп жасағанша, лучше екеуміз шетел көрейік деп ше, бала туылмай жатып, лучше шетелге барайық. Балаға анау-мынауларын алайық, сразу бір жақсы нәрселерін ше, қазір көп қой, электронный люлька, анау-мынау деген нәрселер. В общем, сондай семейный болып жүрік, чисто жұмыс үй. Өмірің енді үйленгеннен кейін, енді бірінші рет үйленіп тұрсың ғой сенде. Қаншалықты өзгеріске ұшырады, қанша процент жақсы жағына қарай ма? Иә. Қарның тоқ па? Қарным тоқ. Көріп тұрған жарсыздар, қазір максимальный салмақтамын. 100 килограмм, любой один на один деп ше. В общем, короче, сондай болып отыр. Қарным тоқ 100%-қа өзгерді деп айта аламын. Мен бұрын қандай екенімді білесің, барлығы білетін шығар бұрын қандай болған. Кішкене скользкий тип па? Скользкий деген емес, отморозок, дурак болған ғой. За любой кипиш деп жүрдік, бірақ та қазір сол барлық жаман нәрселерді артта қалдырдық. Тыйылдық, екеуміз де тыйылдық. Мен келіншегімнен андай болған ғой, дерзкая болып жүрген ғой. Екеуміз де екі жақтан тыйылып, өзгеріп, үйленгеннен кейін, сол некелескеннен кейін бір берекеміз ашылып, дейді ғой, жолымыз ашылып, бұйыртса андай проекттар шығып, наяқтан проекттар шығып, ақшаның барлығы үйге бұйыртса деп ма, шүкір, Алла нормально болып жатыр барлығы. Өзгердім, сол жағынан өзгердім полностью. Қазір бұрындағыдай бос общениялар, бос әңгімелер жоқ. Бәрі серьезный ма? Иә. Бос әңгімелер дегенде бос адамдар жоқты өмірімде ше. Енді гендер-патида жақында қыз күтіп отыр екенсіңдер, Иә. Сен кәдімгідей анау кішкентай қызға арналған бір өлең айтып жүр едің, қосылайық та, Доча. Иә. Сол дочаның арқасында блогер болып кеттік қой. Иә. Сол сен өлең кәдімгідей қабыл болып кет, періштелер аумин деп. Иә, сол. Бізде сол ол деп ойлап жүрдік. Ана жетісайға барып. Интуиция бойынша ма? Жетісайға барып, әке-шешесімен танысқан кезде де, короче, апалармен танысқан кезде, Бешбармақтан ба, короче, асық шығады ғой, андай дәу асық шығады, короче, сонымен оказывается, это сондай асық шықса, значит, ол деген сөз ырым бар екен да, сондай. Сон апасы да, ой, болды, сендерде ол, сонымен ол да, мен де сезіп жүрмін, ол деп. Сонымен, короче, гендер-пати сол студияға бара жатқан кезде шариктар артта болған ғой машинада. Яғни розовый шарик, короче, басымнан түк етіп, басыма тиіп жатырды. Сол мен тұрып көрдің ба деймін, мына розовый шарик что-то апа сияқты, бір доча болып қалатын сияқты деп жүрген ғой. Сонымен доча болғанда, деп өз-өзім ұстай алмай. Келіншегім кішкене, я же думала мальчик деп болды. Настроениесін түсіп қалды, қой, какая разница, кім болса да аман сен туылсын. Әлі көресіңдер ғой? Иә, үлгереміз ғой, келесі ол болады. Мен енді балам бар адам ретінде айтайын, сендер енді қазір өмірлерің үйленген жағына қарай өзгеріп жатыр ғой, жаңа 100% дедің ғой. Енді балалар туылған кезде 200% өзгереді. Өйткені қазір сендер бір-бірлермен көбірек уақыт өткізесіңдер, фильм көре саласыңдар, мысалы жатасыңдар, дем аласыңдар бірге, ол кезде сендер не да фильма? Үйден қашу бола ма? Үйден қашамайсың ғой, бала қарау керек. Мен жұмыс істеймін деп кете беремін. Инстаграм жайында қалады таушы. Ақшалық көсем болды. Жоқ, негізінде ондайдан, барлығы сөйтіп айтып отыр ғой. Бала туылғаннан кейін ойбай, шығын вообще двойной болады. Енді потом уақытың болмайды деп ше, бірақ ондай нәрседен қорқып отқан жоқпын. Пока что білмеймін, андай.
маған мен де солай ойлағанмын негізі, бірақ менде шығын қатты болған жоқ та. Мен сезген жоқпыз ондай материалдық жағынан ше. Бірақ уақыт жағынан сезіндік, короче. Өйткені ана контент түсіре алмайсың уақытылы. Енді түсірейін деп отырсаң, балаң жылайды, короче, оны жұбатып отқан кезде контентті ұмытып қаласың ғой, неге екенін, не түсіріп жатқандарында. Сондай бір уақыт тапшылығы болып қалады. Мен одан пока что қорқып жатқан жоқпын. Сосын көрерміз. Андай предвкушениеде жүрмін ғой мен. Көргім келіп, ойпай алдында бір апта бұрын ба, 2-3 күн бұрын 3D УЗИ-ға барғанбыз. 3D УЗИ-ға барып түрін көріп, короче. Көрінді ма? Көрінді ғой. Басында көрінбеді, барып 15-20 минут жүріп келіңдер деді. Қыздармен сөйлесіп, договориться етіп келіңдер, немене былай жабысып жатыр дейді. Сонымен жүріп келгеннен кейін сәл ашылды. Сонымен көрінді. Танып кеткен деймін де технология қазір, ойбай, кәрімгі дейді, былай шетінен тұрсе де бетін былай көрсетіп ше. Яғни бүйтіп камералар жан-жағынан ұра береді ғой. Иә. Мықты. 360. Мынау енді қатысушылардың арасында нақты қазірге дейін араласатын достарың бар ма? Иә, бар. Кімдер? Кімдер дегенде көп емес. Сен бар. Араласатын дегенде мен сенімен араласамыз ғой. Имеется в виду күніге, ойбай, күніге сөйлеспесек те сәлеміміз любой уақыт түзеу деген сияқты ше. Иә, любой время сөйлесеміз. Сол стористарға жауап беріп, анау, иә. Сол сен барсың, Серік Бұлбол, Хамодияна, Ақтөре, кім бар та, Ізбасар, Әсел. Сол, кім бар та, білмеймін басқа та. Мынау енді қазір келін алдыңдар үйлеріңе, мамаңның қолы ұзарып, сен ата-анаңмен бірге тұрып жатсың ба? Жоқ, біз өзіміз тұрып жатырмыз. Бұйыртса ата-анаммен тұратын план бар. Қай уақытта? Қай уақытта дегенде сол үлкен үй соғатын план бар. Бұйыртса соғылғаннан кейін бірге тұрамыз. Уже үлкен үйде барлығымыз бірге, үлкен семья болып. Өйтіп мынау сендер үйленбей тұрған кезде мен инстаграмдарынан байқағаным, қызыңның, по-моему, машинасы болды. Иә. Сендер сол машинамен жүрсіңдер қазір деп, по-моему, Сен өзің бір машиналарың бар еді ғой, мысалы, бұрын бір үйленбей тұрған кезде. Ой, машиналар болды. Ой, 70 пе, 50 пе жүретін кездер еді ол кезде. Жоқ та қазір. Ол сенің отбасыңдікі ме дейді, қалай еді, ол машиналар? Отбасымдікі еді ғой. Семьядағы машиналар? Семьядағы машиналар. Сен өз жеке басында болған жоқ? Жоқ, болған жоқ дегенде, анау 55-пен жүрдім ғой, өзімдікі, личный өзімдікі болған ол. Енді өзім ақшам алмасам да, маған подаренный машина болды да. Ол қайда қазір? Ол сатылып кетті. Сатылып кетті. Сонымен қазір келіншегім машинасы бар. Айдаймыз, жүреміз, сол кредиттағы машина ғой. Кредит төленіп жатыр деген сияқты. Бірге төлеп жүрсіңдер? Мен өзім төлеп жүрмін ғой, барлығын өзім істеп жүрмін. Түсінікті. Қазір өзің немен айналысып жүрсің? Блогерлікпен ба, әлде тағы да бір қосымша жұмыстар бар ма? Қазір менде блогерліктен прям ақша келіп жатқан жоқ. Себебі мен де өзім қатты бөлмеймін ғой. Стористар түсірмеймін, контент анда-санда контенттер чисто хобби ретінде салынып тұрады. Өзім страницама так конкретно монетизация жоқ. Мен өзім инстаграмнан, тиктогымнан. Менде қазір продвижение бизнесов, бизнестарды продвигать етеміз, маркетинг, СММ. Сол жағынан дамып жатырмын. Блогерларға реклама беріп, болмаса қазір 2-3 проектім бар, соларды жүргізіп отырмын. Ресторандар, общепиттер, бытовой техника, магазиндер. Полностью СММ маркетингін жүргізіп жатыр. Обзорлар түсіріп жүрміз. Қандай рекламалар бересің? Қандай рекламалар беремін? Әртүрлі рекламалар бере беремін негізі. Қандай реклама шығады, сондай реклама беремін ғой. Ол уже каждый блогердің өзінің таңдауы да, жасай ма, жасамай ма деген сияқты. Менің, маған түскен реклама, мен тұрамын да, айтамын, жасайсың ба, жасамайсың ба, жасайтындар бар, жасамайтындар бар. Мынау енді өзің неге саясатқа араласасың ба, қарап тұрасың ба, Қазақстанда болып жатқан заңдар, сондай жақпен интересің бар ма дегенім ғой? Конечно, мен политика өте жақсы көремін. Жақсы көремін, всемирный политика, біздің Қазақстанның политикасы. Қазақстанның политикасы, заңдар, вообще Қазақстанда өмір сүрген саған қаншалықты ұнайды? Әлде басқа елге кеткің келе ме болашақта деген сияқты? Қазақстанда өмір сүрген маған ұнайды. Себебі барлығы өз қолында айтады ғой, Қазақстанда көтерілу қиын деп ше, бірақ
шынымен де сондай бар шығар, может андай, карьерный лестница жасау үшін бір таныстар арқылы кіріп кету керек шығарсың компанияларға, бірақ та бизнес жасап отқан өте көп адамдар бар, барлығы өз қолында, бірақ та қазір анау порогты көтеріп, НДС-ті көтеріп деген нәрселер ұнап жатқан жоқ. Иә. Сол жайлы штрафтар көп өте, коррупция ұнамайды. Иә, андай полицейский гаишниктер тоқтады ғой, өзіңе андай жақсы, бір добрый, честный гаишник тоқтатқан кезде өзіңе де кайф болады, маған ше. Бір лишний әңгімелер ше, о, братан деп, ха-ха, хи-хи деп, штраф жазасың ба, жаз деп, болды, мен сөйтіп кетсің, сен мына мамам сені жақсы көреді деп, сөйтіп кетсің, отырады, штрафын жазатса, риза болып кетесің. Штраф жетеді Каспийда, короче, төлеп жатырық, бірақ барлығы. Қазір қанша мың штрафың бар көліктен? Бір 60 мың теңге қалды ау. Бір 200 мың болып қалған, 60 мыңға түсірдік қой, қазір жауып отырмын потихоньку. Болашақта басқа елге көшу ойда бар ма? Болашақта басқа елге көшу ойда бар. Қай ел? Қазақстан жақсы көремін, бірақ та все равно бар ондай семейный көшіп кеткім келеді. Шетелге, Штаты, Америкаға көшіп, сояқтан бизнес ашып деген сияқты. Бірақ по-любому ол жақта көтеріліп алып, Қазақстанда келіп дамытасың. Барлығы сөйтіп істейді негізі. Сол Америкаға кететін план бар. Қытайға барып келеміз ба деп ойлап жатырмын. Келіншегім екеуміз тағы да жұмыс істеп жасап. Қытайда қандай жұмыс атқарасыңдар? Поставщик па? Я дропшиппинг байер. Закупать етіп өзіміз. Сен қытай тілін білесің болмай ма? Мен қытайша білемін, иә. Қатты емес, бірақ бұрын Қытайда оқығансың? Иә, Қытайда оқығам. Ойымдағанды түсіндіріп бере аламын. Келіншегімнің онлайн магазині бар, мужской, женский. Мен сол продвижение, в общем, өзімнің проекттерім бар. Мужской, женский не сатады? Анда-санда таксовать етіп тұрамын. Короче, маған разница жоқ. Ұят деп те айтпаймын. Мен келіншегіммен, маған всегда айтатын ғой, саған осындай адам керек деп ше. Сені өйстіп ұстау жүретін, саған мотивация беретін, у который үйге ақша алып келмесең, болыпты жаным, бәрі нормально болады деп көнетін қыз маған болмайды деп мен де өзім сөйтіп ойлап жүретін, мен всегда маған ондай қыз болмайды деп ше. Қазір келіншегімнің спростары мықты. Анау хочу, то хочу, что там, короче, сонымен, короче, таксовать ете берем, проекттарды жүргізе берем, келіншегіме де көмектесем, келіншек киімдер сатады, доставщик болып жүресің, киімдерді тасып жету, почта, күніге почта барамын. Сөйтіп жүрміз, бұйыртса тағы өзімнің бизнесім ашқым келіп жүр. Бірақ ол жайлы айтпақ қойын, ашқан айтамыз. Ето сен өзіңнің негізі мамаң бір кәсібі бар, Зона отдыха ма бір нәрсесі бар? Иә, ол болған, ол стат жердік. Ол Шығыс Қазақстанда етін болмай ма? Шығыс емес, біздің Алакөлде, біздің Набетіндегі. Шығыс Қазақстандағы Алакөл емес, біздің Набеттегі Алакөлде болған. Сатылып кетті. Сол зона отдыха арқылы Қослайыққа барып келдік қой. Хуршет пен Нұрканың арқасында. Қазір мамаларың қандай бизнеспен айналысады? Так, мен мамам қазір зона отдыханы сатты, басқа бизнес ашма? Үйде тамақ хозяйка. Короче, мама, папа жұмыс жасатпайды. Ал әкемнің 2 фурасы бар. Сондай бизнес. 2 фура, короче, туда-сюда шықпай СНГ, короче. Логистика ғой. Қандай бір сұрақ қойыншы, қазір есіме түсіп отыр. Некеге қиылғанға дейін жігіт пен қыз бір-біріне жақындасуы, болмаса жақындамауы, соған көзқарасың қандай? Ойбай. Енді оған көзқарасым негізі енді по исламу негізінде болмайды ғой. Болмайды негізінде. Бірақ енді білесің, бізде болып жатыр. Бізде дегенде мен өзім туралы айтып отқан жоқпын. Жалпы Қазақстанда болып жатыр ондай нәрселер. Нормально қараймын. Болады ондай, болады ғой. Сен положительно қарайсың ондай, нейтрально қараймын. Положительно деп айтпақ қойын, нейтрально. Ләжі болса деп сөйлейтін болса, ләжі болса некеңді қидырды да үйлен. Мысалы, таныстарымыздың арасында бар да, бір алыс таныстардың арасында да бар, андай некесін қидыртпай бірге тұратындар бар, мысалы қанша уақыт бойы, сондайларға қалай көзқарасың қарайсың?
анау ма қалай еді гражданский брак деген ба типа нормально нейтрально қараймын тоже. Сен мысалы өзің сондай егер бойдақ болсаң гражданский бракта тұратын ба едің? Гражданский брак деген ол вообще қалай ол? Просто бірге тұрасыңдар. Просто тұрасыңдар. Короче, қыз жігіт болып бірге тұрасыңдар, иә. Енді андай моменттер болады ғой. Например, студент қыздар жігіттер, иә. Әке-шешелері басқа қалада Алматыға келіп, бірге танысып, сонымен бірге квартира снимать етіп, бірге тұрып кететіндер бар деген сияқты. Чисто финансовый жағынан, например, бірге квартира шешіп тұрып кетеді. Махаббат болып жүріп кетеді деген сияқты. Мен нормально қараймын, положительно қараймын. Яғни, сенің мысалы болашақта ұлың егер сондай қызбен бірге тұрамын десе, сен рұқсат бересің. Ұлым, қызым десе? Ұлың немесе қызың айтса? Жоқ. Сен положительно қарайды? Нейтрально қарайды екен сен. Қазір ойландың ба? Қызыма рұқсат бермейтін едім. Бермейтін вообще білмеймін қызымда қалай тәрбиелеймін, бірақ нормальный, достойный бір қыз тәрбиелегім келеді, өйтіп жоқ тұрғызбаймын. Бірақ сен өзің тұратын едің. Бойдақ болсаң. Тұратын едім десе, енді жоқ андай болады ғой, сен өзің сезесің ше. Например, бір қызбен жүресің да, и сонымен сен өзің ішіңнен сезіп тұрасың да, жүріп жатасың, барлығы күшті, бірақ ішіңнен сезіп отырасың, ой, мына қыз менікі емес, по-любому үйленбеймін деген сияқты ше. Ал когда сен именно сол адамыңды кездестіресің, уже ше, өзіңнің адамыңды кездестірген кезде сен уже біліп тұрасың ішіңнен, по-любому осы қызға үйленемін деген кезде. Сондай ойың болып тұрса, уже железо бетонно үйленемін десең, бопты да, до свадьбы бірге тұра тұрдыңдар да, бір жарты жыл потом үйленіңдер деген сияқты. Я өзің, короче, уверен болсаң алатыныңа. Почему нет? А так былай өтірік, анау мынау деп ше. Кайфовать етіп қыдырып, қызбен тұрып, ондай жоқ дұрыс емес. Енді мысалы сен болашақ қызың жігіті өзіне уверен болды. Сен қалай қарайсың? Мен қызым менің жанымда болады ғой, всегда. Қашан тұрмысқа шығады, сол кезде кетеді басқа жаққа. И то кетпейді деп ше. Шучу. Я тұрмысқа шыққан кезде официально кетеді ғой. Кеп сұрап келсе. Былай сұрақ қойын онда. Сен мысалы үйленбей тұрған кезде клубқа жиі баратындардың қатарында болдың, қыздармен жиі танысатындардың қатарында болдың, көп сөйлесетіндердің қатарында болдың, е? Мен білуімше енді маған қалай көрінді, сол айтып отырмын. Сенің ұлың болашақта болса, мысалы, ол да тура солай клубқа жиі баратын болса, оның өміріне араласасың ба, әлде тоже нейтрально қарайсың ба? Мен бір нәрсеге ұрынып қалма деген сияқты. Клубтарға барып салып қой кезінде ойбай, мен 14 жаста Қытайға кетіп қалдым. 14 жасында, қазіргі 14 жастар балалар ойбай, әлі ойыншық ойнап жүр ғой. Мен 14 жасында уже Қытайда жалғыз өзім тұрып, 93-91-лердің арасында өсіп, сөйтіп жүрдім да. Сол кезде клубтың бәрін көріп тастадым. Сосын Қосаяқта жүрген кезде менде бір клубта барым болды, сол үшін мен клубқа жұмыс сияқты өз барыма барып, сөйтіп қадағалап жүретін едім ғой. Енді менің ойымша ер балаға, вот ұлыма андай ғой, бірдеңке запрещать етсеңші, мынаны істеме деген кезде по-любому олар сені істейді ол балаш. Сондай ғой, біз ұлдар сондаймыз ғой, мынандай істеме десе, сосын сен по-любому далаға шық, деп мынандай істейтін возможность болып тұрған кезде істеме деп айтып еді, не үшін өйтіп айтты екен деп ше. Менің ойымша жас кезінде көретін нәрсенің бәрін көріп, сосын уже тоқтап, барлығын түсініп, уже жасамайтындай болса болады да, бірақ көп адамдар бар ғой, жасап тоқтай алмай өліп жатқандар ше, жоқ ондай. Білмеймін, в общем, мен өз баламды андай қатты строгий болып емес, өзінің таңдауымен өмір сүріп, былай объяснять етіп. Егер жаман әдеттері болса ше, мысалы, шегу, ішу деген сияқты, ол кезде сен араласасың ба? Темекі шегу, ішу болып жатса, мен андай ұрыспайтын шығармын өйтіп ше, қатты. Блядь, орок ше, андай, мындай деп. Мен түсіндіремін, чисто ше, түсіндіремін. Керек емес деп. Өзімнің примерімді айтамын, мен шектім деген сияқты ше, балам, балам мен кезінде шегетін едім. Сен қазір өзің негізі жаман әдеттерің бар ма?
шегу, ішу, шөп дейміз, басқа дейміз. Жоқ, ондай жаман әдеттерім жоқ. Айкс. Электронды сигарет. Айкс шегем. Ішу деген енді по праздникам болады. Ондай алқаш емес. Көшеде жатқан бізде. Күні кешіп, по праздникам негізі андай бар ғой. Когда адамда андай бір победалар болады, бір жетістіктерге жеткен кезде, оказывается, адам деген обязательно оны тойлау керек. Например, бизнес аштың да, например, видеоңа атып кетті, бір бизнес ашайын деватсың, инвестиция таптың, мынаны істедің, қызың туылайын деп жатыр, гендер пати жасадың, сондай жетістіктерді обязательно адам баласы праздновать ету керек, бірақ в меру, да. Барып бір сондай кезде барып вино ішіп қайтсаң ештеңе кетпейді деп мен ойлаймын. Ал наркотика деген нәрсеге жоқ. Бұрын соңды қолданып көрдің ба? Бұрын соңды қолданып көрдің ба дегенде. Мысалы шөп шегу деп айтады. Шөп шегу дегенде көргенмін. Шөп шеккен балаларды да көргенмін. Көрдік та, сонымен қалып кетті сол жерде. Сондай жағдай. Бірақ ондайға шақырмаймын деп қойсайшы. Жоқ, оны көрмей-ақ та қойыңдар, жақсы ештеңеге алып келмейді. Серьезно айтамын. Танимын ғой, көп адамдарды танимын, до сих пор сөйтіп. Мен таныстарым арасында бар. Иә, ол ондай нәрседен шыға алмайды да, сосын өмірлері черный полосаға түсіп, депрессия болып, өздеріне қол жұмсап кететіндер бар. Казино ойнап кететіндер бар. Иә, азартқа кіріп. Ол жақсы нәрсеге алып келмейді. Үстіден де астынан да, в общем, салам алейкум боласың, карма деген нәрсе бар ғой. Мен сондай нәрсеге сенемін. Сен, например, шөп шектің ба, бұл жолың жабылды. Например, шөп шекпей тұрып бір проекттің сенің болайын деп жатады. Шөп шек қаласың, ол проект жоқ. Как-то бір өз ондап, оказывается, ты не подходишь. Бірдеңке деп. Қалған нәрсе туралы вообще айтпақ қойын ғой. Черный полоса дегенге кармаға сенем, Алла тағалаға сенем. Наказаниесін береді, ондай адамдардың жолдарын жабады. В общем, жаман нәрсе есірткі дегенге жоламаңдар. Топта айкыстарын шегіп, пиволарын да ішіп жүре беріңдер, бірақ ондай нәрсеге жоламаңдар. Майда шүйдеді? Анда-санда. Саған қойатын сұрақтарым аяқталды. Интервьюға келетін кезде мынандай бір сұрақ қойсыншы деген сияқты, егер ойыңда болып, егер мен ол сұрақ қоймай қалсам, айт. Мынандай сұрақ қойсыншы, бірақ сен оны қоймасаң деп па? Қоймай қалған болсам, мысалы, мынандай нәрсені айтатын едім мына интервьюда. Сен негізі жүр, барлық сұрақтар, иә, барлық жаңалық туралы айттық. Жақсы нәрсе айттық, жаман нәрсе айтқан жоқпыз, жаман нәрсе айтпақ та қойық. Сол айтқым келгені, иә, үйленіңіздер, өзгеріңіздер, жақсы нәрсе жасаңыздар, жетістіктерге жете беріңіздер, есірткіге, жаман нәрсеге, өсекке жол бермеңіздер. Деп айтқым келеді, адамгершіліктерің мол, целеустремленный, лицемер адам болмаңыздар, деп айтқым келеді. Сондай адамдар жек көремін, лицемер адамдар. Жағапаздар ұнатпаймын мен. Мен лучше барлығын бетке айтамшы. Қатты ашты шындық болса да бетіне айтам. Араласпай кетсек, араласпай кетейік. Құрметті көрермен, бүгін біз Тимурдың осы күнге дейін айтпаған жаңалықтарын сіздерге көрсеттік, айттық. Өзі отыр, сіздерге бұл сұхбат ұнады деп ойлаймын. Егер интервью ұнаса, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, каналға тіркеліп қойыңыз, келесі кім келсін, соны жазып қойсаңыз да болады. Тимурдың де инстаграмына тіркеліп қойыңыздар. Иә, Тимурға да подписка жасап қойыңыздар. Болашақта енді балалы шағалы болған кезде бірінші көресіздер, лайкын басып, стористарын қарап. Рахмет саған, Тимур. Все, брат. Ризамын.